Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге жасалуы өте оңай, дәмді, әрі тез пісетін пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Пиццамызға қажет заттар описание бөліміне толықтай жазып кететін боламын. Ең алдымен 4 ас қасық майонез саламыз. Одан соң 4 ас қасық қаймақ саламыз. Одан соң 2 жұмыртқаны шағып, қаймақ пен майонезге қосамыз. Одан соң 9 ас қасық ұнымызға 1 шай қасық разрыхлительді қосып, електен өткіземіз. Айтпақшы достар, менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар, менің еңбегімді бағалап кетіңіздер, лайк басыңыздар, мен одан да көп видео салуға тырысатын боламын. Венчиктің көмегімен барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қамыр шығады. Салмасына қажет заттар. Салмасын қалауыңызша салсаңыздар болады. Сырды теркадан өтіреміз. Колбасаны домалақ қылып тураймыз. Одан соң қызанағымызды домалақ қылып тураймыз. Салмамыз дайын болды. Енді табамызға пергамент қағазын төсеп, оны кішкене майлаймыз. Одан соң қамырымызды құямыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз 200 градусқа. Лопаточканың көмегімен осылай тегістейміз, домалақ пішінге келтіреміз. Қамырды ашытып отырмайсыз, осылай тез дайын болады. Қамырымыздың үстіне кетчуп сеуіп, оны жағып шығамыз. Одан соң сыр саламыз. Сыр қанша көбірек болса, сонша дәмді болып шығады. Одан соң үстіне помидор саламыз. Одан соң колбаса саламыз. Үстіне тағы да сырды саламыз. «200 градуста алдын ала қызып тұрған пешімізге саламыз, 10-12 минутқа қоямыз. Пиццамыз пісіп шықты.
пиццамыз өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға сәттілік.